Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сазан балығының асу жолын көрсететін боламын. Оған бізге керек заттар: сазан балығы тазартылған, бәрі жуылып дайын тұрған, сосын картоп, морковь, пияз. Сосын қайнаған ыстық суға сазан балығымызды саламыз бірінші. Балығымызды салғаннан кейін ауызын жауып қайнауын күтеміз. Оған дейін бір жұмыртқа мен бір стақан суға нанымызды жаямыз. Қайнаған соң бетіндегі көбігін аламыз. Сосын морковымыз бен картошкамызды саламыз. Балығымыз пісті, енді балықты түсіріп аламыз. Картоғымыз қаттылау, кішкене картоғымыз 10 минутте пісу керек. Картоғымыз бен морковымыз пісті. Оны енді салып аламыз. Сосын міндетті түрде сұрпамызды сүзіп аламыз. Сүзілген сұрпамыз уже қайнады. Оның үстіне жаймамызды саламыз. Жаймамызды 1 минут пісіреміз. Жай отта. Нанымыз пісті, енді нанымызды түсіріп аламыз. Тұздығымыз да дайын тұр уже қайнап. Асымыз дайын болып қалды. Дайын болды. Барлықтарыңызға рахмет. Барлығымызға ас болсын.